Достар, кішкентай балдар, бүлдіршіндер, біз қазір Алиханмен, Алихан бізде биыл бірінші сыныпқа барады, бізді жолда жүру ережесін Алиханға түсіндіріп айтам қазір. Алихан қара, көрдің ғой, жасыл жанды ғой, көрдің ба? Төбеде уақыт көрсетіп тұр. Яғни жасыл жанған кезде жүреміз. Түсіндің ғой, иә? Біз жаяу жүргіншілер. Машина жүріп отырғанда тоқтайды. Иә. Көрдің, жасыл, ол біз жаяу жүргіншілерге арналған. Сен осы жасыл жанғанда жүресің, түсің ғой жолдан. Ал қызыл жанған кезде, қара, қазір сары дайындал деген сөз, ол жанып тұр. Қазір қызыл жанады. Бұл жерде сен жүрмейсің, түсің ғой, иә? Айтып өтші. Айтшы. Ана, машина жүрегі адамдар тоқтайды ғой, машина жүреді. Яғни қызыл жанғанда тоқтап тұрамыз, иә? Жүрмейміз. Қызыл жанғанда тек машиналар жүреді. Алихан тек машиналар. Көрдің бе, міне машиналар жүріп жатыр. Біз тоқтап тұрамыз. Қазір қызылдан кейін жасыл жанады. Сол кезде жаяу жүргіншілер жүреді, сен жүресің. Себебі Алиханның мектебі бізде жолдан өтіп барады. Сондықтан Алиханға түсіндіріп жатырмын. Жасыл жанды, енді біз жүреміз, кеттік. Біз өтіп баратырмыз Алиханмен. Автомашиналар өтеді. Иә. Олар бізді өткізіп жібереді. Түсіндің ғой? Жолда жүру ережесін сақтайық, абайлап жүріңдер балдар.